Тез және оңай дайындалатын тойымды пайдалы брокколи салатын рецебін сақтап алыңыздар. Және міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін брокколиді осылай майдалап турап аламыз. Мен брокколині 2 түрінде қолдандым. Осы туралған брокколиларымызды қайнап тұрған суға 2-3 минутқа салып аламыз. Светофорды да ұзынша етіп турап аламыз. Светофордың 2 түсін қолдандым. Қызанақты орташа үлкендікте турап аламыз. Ал қиярды ұзынша етіп тураймыз. Сосын бір сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Енді заттарымыздың барлығын бір үлкен тысқа жинап алып, үстінен чеснокты теркадан өткіземіз. Тұз, қызыл бұрыш қосамыз. Көкөністерден укроп, кинза қоссам. Енді қызыған майымызды чеснок үстінен құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштер қосқан кезде соус қалып қойыпты, соңында болсын қосып, жақсылап араластырып, бір ыдысқа салып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған Қаламқас ас болсын.